өле-өлгенше Асекеңнің әруағының алдында қызмет етемін. Бағдат Әшімова ауызашарда жылап қалды. Қазақтың кино өнерінің абызы Асанәлі Әшімовтың жары Сәкен Майғазиевтің үйіне ауызашарға барып, жары жайлы біраз әңгіме өрбітті. Бұл туралы SN.kz ақпарат порталы хабарлайды. Ол марқұм Асанәлі Әшімовпен бірге өткізген саналы ғұмырын есіне алып, жылап қалды. Ескінің салтымен басыңыз ағарсын деп, жұбатайын деп, ағаңыз кетсе де, ортадан қалдырмай шақырғаныңызға рахмет. Осы отырған Асекеңнің көзін көрген кісілер, сағынышым әлі басыла қойған жоқ. Мен бақытты ғұмыр кештім. Жаманның қасында жүргенше, жақсының аяғында жат дейді. 23 жыл, 1 ай, 3 күнім, менің қалған өміріме азық, жол салып кетті. Асекең 70-ке толғанда, сол кісі жұтқан ауаны жұтсам, ризамын деп етегінен ұстаған едім. Өзі елдің еркесі, халықтың абысы болып, өзі жас балаларға ананың орнын алып беріп кетті. Өле-өлгенше Асекеңнің әруағының алдында, оның көзін көрген бар халықтың алдында қызмет етемін. Артында қалған мұрасын орнында ұстап отырамын, деді Бағдат Әшімова. Ол Сәкен Майғазиевке ақ батасын беріп, ризашылығын білдірді. Желі қолданушылары жарының парасаттылығына тәнті болды. Марқұм абыз ағамыздың жұбайы да парасатты, көргенді, көркіне ақылы сай екен. Не деген керемет тілек. Сөйлеуін енді естуім. Өте керемет жақсы сөйледі. Алла ұзақ өмір берсін. Бағдат апамыз өте ақылды кісі екен. Алла разы болсын, деп жазды оқырмандар. Қадірлі көрермендер, осындай сөздерді оқығанда жүрек елжіреп кететіні рас. 23 жыл бірге өмір сүріп, сол ғұмырын өміріме азық болды деп айту нағыз адалдықтың белгісі. Асанәлі Әшімовтай алып тұлғаның жанында болу да бір бақыт, бір жауапкершілік шығар. Бағдат апайдың сөзінен өкініш емес, ризашылық көбірек сезіледі. Жақсының аяғында жат деп, өткенін қадірлеп отырғаны парасаттылықтың белгісі деп ойлаймын. Асекеңнің мұрасын сақтаймын деуі де құр сөз емес, аманатқа адалдық. Сәкен Майғазиевтің шақырып құрмет көрсеткенінде жарасымды қадам. Осындай сыйластық көп болсын, марқұмның рухы шат болсын, артында қалған жарына ұзақ ғұмыр, сабыр тілеймін.